Recording in progress. Hürmetli депутаттар, Абай облысы мәслихатының кезектен тыс 36 сессиясына жұмысына 29 депутат пен 19 қатысып отыр. Онлайн қосылғандар үшеу, белгілі себептермен 7 депутат келген жоқ. Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы заңның 10 және 15 баптары негізінде Абай облысы мәслихатының сессиясы өз жұмысын бастауға құқылы. Кезектен тыс 36 сессияны ашуға дауыс беруге сұраймын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалған жоқ. Абай облысы мәслихаты сессиясы ашық деп жарияланады. Бүгін сессия жұмысына Абай облысы әкімінің орынбасары Төлеуберген Серік Төлеуғалиұлы, мемлекеттік мекемелердің бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері қатысып отыр. Құрметті депутаттар, сессия жұмысына редакциялық комиссияны және есеп комиссияларын сайлау қажет. Редакциялық комиссияны 3 депутат сайлау туралы ұсынысы бар. Ахметханов Арман Шамайұлы, Жанаева Шағагүл Алдамжанқызы, Таңатаров Саят Заманбекұлы. Онда редакцияны сізді қарсы болмасаңдар. Ол кісі қайда шағырған деген? Шағырған? Хорошо. Лиза Асанова сізді осы редакциялық комиссиясының құрамына қосып қарсы емессіздер ғой. Онда кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалды шешім қабылданды. Есеп комиссиясына келесі депутаттар ұсынылады. Құзбаев Данияр Жұмағалиұлы, Тасқабаев Мұхамедқали Тілеуханұлы, Қолтабаев Елжан Әуесқапұлы. Ұсыныстарыңыз бар ма? Жоқ болса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалған жоқ. Шешім қабылданды. Сессияның жұмыс регламенттік тұрғысынан едіңіздер. Күн тәртібінде мәселелер қарау жөнінде бір әр сұраққа 10 минутқа дейін, жарыс сөздер 3 минутқа дейін беріледі. Сессия жұмысына регламент бойынша басқа ұсыныстар бар ма? Жоқ болса дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қалыс қалған жоқ. Суал шешім жобасы қолдарыңызда. Регламент бекітілді. Құрметті депутаттар, күн тәртібінде қарауға келесі мәселелер ұсынылады. Бірінші, Абай облысында жерлеу және қабірлерді күту жөніндегі істі ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы шешімге өзгерістер енгізу туралы. Баяндамашы энергетика және тұрғын үй коммуналдық шаруашылық басқармасының міндетін атқарушысы Қорабаев Данияр Қасенұлы. Екінші, Абай облысының аумақтық сайлау комиссиясының мүшесі сайлау туралы шешімге өзгерістер енгізу туралы. Құрметті депутаттар, қолдарыңызда бар шешім жобасы қолдарыңызда тұр. Дауысқа саламын. Кім қолдайды? Қарсы, қалыс қалған жоқ. Шешім қабылданды. Күн тәртібінде бірінші мәселенің мүшесі Данияр Қасенұлына беріледі. Жақсы, сұрақтарыңыз бар ма? Сұрақтарыңыз бар ма? Рұқсат болса, Қайда жүрсіз? Тоқаздамен жүргіз, Серік Төлеуғалиұлы әріптесі, және үлкен отырыста осы мәселе туралы біз көп талқыладық, өздеріміз бәріміз өзіміздің ойымызды айттық. Бұл өте үлкен бүгінгі күнде шешілмей тұрған сұрақтардың біреуі. Бірақ және сіз өзгерістеріңізде екеуміз оны қолдадық. Сол бабында мына осындай сессияда осы жерлеу рәсімі туралы мәселе көтерілгендіктен менің атыма депутат ретінде осы Абай
облысы бойынша бас имамы Мұханов мырза хат жөнделіпті. Соны біз оқып берсек, бәрі осы ішінде жазылған дұрыс. Осы біздің әріптестер осыны қолдап отыр. Құрметті Марат Сержанұлы, құрметті Абай облысының депутаттары, Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы қазақ халқының ата-бабамыздан ұстанған дін дәстүрін жалғап келе жатқан мұсылмандардың рухани қара шаңырағы. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының төрағасы бас муфти Наурызбай Қажы Тағанұлының бастамасымен елімізде мұсылман қауымы үшін зират көтеруде және Құдай асы жиындарды ысырапқа бармай жалпыға ортақ бірізділік мәдениет қалыптастыру мақсатында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы жанындағы ғұламалар кеңесі зират және зиярат мәдениеті және ас беру мәдениеті туралы құжаттарды қабылдаған. Аталған құжаттар негізінде Қазақстан мұсылмандар діни жанындағы қамқор, шарапат, салттық қызмет көрсету жеке шаруашылық ашылып, еліміздің барлық өңірінде мұсылман қауымына қызмет көрсетуде. Орталық марқұм болған мұсылмандарды шариғат талабымен жуындыру, келімдеу, жаназа шығару, қабірін қазып жерлеу және бірізділік мәдениетімен зират құрылысын орнату қызметтерін атқарады. Орталықтың ақылы қызметтері тұтынушылармен қызмет көрсету шарты арқылы жасалынып, түскен қаржыдан жергілікті бюджетке заң талаптарына сай салықтар төленіп отыр. Орталықтың қызметі халыққа қолайлы болғандықтан бірнеше облыстарда әкімдіктер өз